Сәлем достар, дәл осындай гибли аниме стиліндегі суреттерді қалай жасау керек екенін үйрететін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыз. Осындай суреттерді ChatGPT-ға подписка жасамай-ақ ақысыз жасауларыңызға мүмкіндік бар. Ол үшін ChatGPT қосымшасын Play Market'те не болмаса App Store'дан скачать етіп аламыз және ChatGPT-ге кірген кезде сол жағында плюс деген батырманы басып, фотография батырмасын басамыз және галереядағы өзіңізге керекті суретті таңдайсыз және суреттің астына мына суретті гибли стилінде жасап беріңіз деп жазып жібересіз. Суретті жібергеннен кейін 10 секунд ішінде сізге суретті дайындап береді. Сурет ұнамаса қайтадан запрос жіберсеңіздер болады. Егер де сурет ұнаса өздеріңізге сақтап алыңыздар. Міне менде осындай жазу шықты, яғни бұл үшінші рет мен жасап тұрмын суретті, сондықтан лимит бітіп қалды деп тұр, шектеу бар яғни. Егер де келесі күні жасайтын болсаңыздар, тағы да осындай суреттерді 3 рет жасай аласыздар. Міне суреттің үстінен бассаңыз, сохранить батырмасы шығады. Өзіңізге суретті осылай сақтап алсаңыздар болады. Келесі тағы да бір қосымша айтқым келіп отыр. Міне осындай Grok Beta деген қосымша арқылы сіздер аниме стиліндегі суреттерді шексіз жасай аласыздар. Ол үшін қосымшаны Play Market'тен, App Store'дан жүктеп алып, осылай өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы тіркелесіздер. Міне осылай өзімнің Google аккаунтым арқылы тіркелдім. Разрешит батырмасын басасыздар. Осы қосымшаға кіргеннен кейін сол жағындағы плюс батырмасын басып, өзіңіздің галереяңызға өтесіз. Өзіңізге керекті суретті таңдап, бұл жерге осындай ағылшынша сөзбен жазып жібересіздер. Сізге 10 секунд ішінде суретті дайындап береді. Сурет дайын болған кезде суреттің үстінен басып, өзіңізге жүктеп алсаңыз болады. Бұл қосымшада ChatGPT сияқты лимит жоқ. Яғни ChatGPT-да күніне 3 суретті жасай аласыздар. Егер де одан да көп сурет жасағыларыңыз келсе, ChatGPT-ға подписка жасауларыңыз керек, яғни айына 10 000 теңге төлейсіздер. Егер де видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер.